Самал әкесінің ерке тұтай қара қызы. Кішкентайынан 3 жылдың ортасында ерке болып өсті. Өзі де әкесінің аузынан түсіп қалғандай. Әкесі Самал десе жанын беретін. Неге екенін осы қыз ерекше жақсы көретін. Еркелетіп, қара қызым, дара қызым деуші еді. Ағаларының артынан қалмай, ұл мен ұл болып өскен Самал кішкентайынан өжет, бір беткей, ер мінезді болып өсті. Ер мінезділігі сонша ағаларының сыныптастарымен төбелесіп, үйіне жылатып жіберетін. Одан қалса, сыныптас қыздарының бір-бірімен төбелесетін. Міне солай өскен Самал әп-сәтте әп-әдемі болып бойжетті. Қара шашы беліне түсіп, майысып жүрген Самал елдің көзіне түсе бастады. Әкесінің алдына неше адам келді, құда болу ниет білдіріп. Бірақ әкесі ешбіріне мақұл демеді. Қызым өзі шешеді, өзінің сүйгеніне барады дейтін. Мектепті жақсыға бітірген Самал арман қуып қалаға жол тартты. Жолы болып оқуға түсіп кетті. Жаңа қала, жаңа таныстық, жаңа орта бәрі кереметтей болды. Бәрімен тіл табысу еш қиындыққа соқпады. 2 жыл әпкесімен бірге тұрып, 3-ші курста оқу алыс болғандықтан бірге оқитын қыздармен пәтерге шықты. Студенттің, шақтың қызықты күндер өте берді. Ешқандай қылтың-сылтыңы жоқ Самал оқудың соң курсында өз махаббатын кездестірді. Арман көрші пәтерде тұратын жігіт. Өзі сұңғақ бойлы, денелі, менің болашақ жарым болсыншы дегендей ерекше сымбатты жігіт еді. Әзілдерімен Самалдың бойын баурап алды. Самал да оған кетер емес еді. Бір-бірін ұнататын көздерінен білініп тұрушы еді. Солай екі ғашық қол ұстасып, болашаққа деген жоспар құрды. Арман Самалды қатты жақсы көретін. Не айтса да мақұлдап бәрін жасап отыратын. Әне-міне дегенше оқу бітіп, диплом алатын күнде жақындады. Арман екеуі өзара келісіп, Самалдың диплом алу кешіне бірігіп барды. Ары қарай ақ босағаны аттау керек болды. Бірақ бәрі ол ойлағандай болмады. Арман үй жайын дайындап деп ауылына жол тартады. Жалғасы бар.